Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді, өте оңай 4 стакан пирогын дайындайтын боламыз. Ол үшін 3 жұмыртқамызды жарып салып, 1 стакан құмшекер саламыз, және де миксермен жақсылап араластырып аламыз. Одан соң 1 стакан сүт, 1 стакан сұйық майды, және де қалауыңызша ұн қосасыз. Разрыхлитель қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Егер қамырыңыз сұйық болып жатса, тағы ұн қосуға болады. Қою болып кетпеу керек. Осындай бір қою емес, сұйық емес, қасықты бет төңгерген кезде лента сияқты болу қажет. Осылай керемет болып шықты. Менің табам өте үлкен болғандықтан, 24 сантиметр болғандықтан осындай болып шықты. Егер сіздікі кішкентай болса, бұдан да биік болып көтерілетін болады. Ортасын кесіп торт істесеңіз де болады. Мен пропитка жасап, крем жағып, кішігірім торт қылып жасадым. Егер сізде осылай жасағың келсе, онда торт қылып жасауға болады. Осылай пышақтың көмегімен жақтым. Енді бізде мен басқа жақта болғандықтан ондай приборларым болмады. Баршаңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Таңшолпан. Менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіз.